Осыдан 25 жыл бұрын еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған болатын. Қазірде ассамблея өзінің құрылымдарымен толығып, жұмысын жандандыра бастады. Жылды қорытындылап, алдағы жоспарларын нықтау үшін Түркістан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының жанындағы құрылымдарының кезекті отырысы өтті. Аталған басқосуды төраға орынбасары хатшылық меңгерушісі Ғани Рысбеков жүргізіп отырды. Сонымен қатар шара барысында этномәдени бірлестіктердің қоғамдық келісім кеңесінің ғылыми сарапшылық топтың аналар кеңесінің баяндамалары тыңдалды. Сонымен қатар жиында қоғам белсенділері біршама ұсыныстарын жеткізген сыңайлы. Олардың бірі қоғамдық кеңестің жайы қазірдегі облыста 5 ауданда ғана қоғамдық кеңес жұмыс жасап тұрғанға ұқсайды. Ассамблея мүшелері тиісті қаражатты қарастырып, қоғамдық кеңес барлық аймақта өз жұмысын жандандыру керек деп санайды. Сондай-ақ хатшылық меңгерушісі Түркістанның төрінен достық үйі салынбақшы деп жақсы жаңалықтың ұшын шығарды. Қазір қоғамның қалыптасуы үшін, қоғамның жақсы болуы үшін қаражаттан аянатын нәрсе жоқ деп өзіміз ойлаймыз. Сондықтан бұл жөнінде де өзіміз айтқан, өткен жолы осы достық үйін Түркістан қаласында салу жөнінде де осы тапсырма берді. Сондықтан биылғы жылы басталып қалса, ендігі жылдары достық үйі де салынса, бұл біздің осы үйісіп отқан ұлттарымызды одан сайын бауырластығын арттырады деген сенімдеміз.